1921-22 және 1931-32 жылдардағы ашаршылық. 10 жылдың ішінде 4,5 миллион қазақ қырылды. 1937-38 жылдар. Жаппай саяси репрессиялар. Кеңестік соттар 118 мың адамды түрлі жазаға кесті. Оның 25 мыңы халық жауы деп атылды. Қазақтың көрнекті қайраткерлері жойылды. Қызыл террор, еңбекпен түсу лагерлері, ұжымдастыру, ядролық сынақтар, мәдени кемсітушілік. 20 ғасырда қазақ халқы Холокост қырғынынан кем түспейтін қасіретті бастан өткерді. Большевиктер ойранынан аман қалуға да болар еді, егер Алашорда жеңгенде. Егер алаш қайраткерлері өз армандарын іске асырып, тәуелсіз мемлекет құралғанда. Қазақстан 1991 жылы тәуелсіздікке қол жеткізді. Армандаған егемендікті бұдан 100 жыл бұрын 1917 жылы алуға мүмкіндігіміз бар еді. Алаш қайраткерлері тәуелсіздік үшін дербес қазақ мемлекетін құру жолында аянбай күресті. Ұлттық мемлекеттілік үшін жан таласқан тартыс 1905 жылы басталды. Бірақ Романовтар әулетінің күйреуінен соң бұл күрес жаңа сатыға көтерілді. жылғы ақпан төңкерісіне дейін қазақ халқы 2 ғасырға жуық Ресей империясының бодандығында болды. Патша билігінің құлауы алаш қайраткерлеріне алдымен автономия құрып, кейін тәуелсіз мемлекетке айналу үмітін оятты. Автономия құру, тәуелсіз мемлекет құру деген сөз. 1917 жылдың 5-13 желтоқсанында Орынборда жалпы қазақ құрылтайы өтіп, онда ұлттық мемлекеттілік туралы мәселе көтерілді. Құрылтай жұмысына 82 делегат қатысты. Декабрьдің 12-сі күні түс ауа сағат 3-те дүниеге алаш автономиясы келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, алаш туы көтерілді. Бұл бек тарихи күн. Сонымен бірге құрылтайда халық милициясын, яғни ұлттық әскердің бастамасын құру мәселесі көтерілді. Қазынаны толтыру жағдайы да айтылды. Ұлт кеңес үкіметі құрылып, оны Алашорда деп атады. Оның құрамына мынадай тұлғалар кірді: Әлихан Бөкейхан, Жаһанша Досмұхамедов, Әлімхан Ермеков, Мұхамеджан Тынышпайұлы, Бақыткерей Құлманұлы, Жақып Ақбайұлы, Базарбай Мәметұлы, Отыншы Әлжанұлы. Аймақтардан Уәлитхан Танашев, Халел Досмұхамедов, Айдархан Тұрлыбаев, Ахмет Бірімжанов, Халел Ғаббасов, Садық Аманжолов, Мұстафа Шоқай. Демократиялық негізде Алашорда үкіметінің төрағасы сайланды. Бұл қызметке 3 үміткер ұсынылды: Әлихан Бөкейхан, Бақыткерей Құлманұлы және Айдархан Тұрлыбаев. Жабық дауыс беру нәтижесінде Бөкейхан 40 дауыс, Құлманов 19, Тұрлыбаев 20 дауыс жинады. Осылайша Әлихан Бөкейхан Алашорданың тұңғыш төрағасы атанды. Появление идеи создания национальной автономии, это все произошло в очень сложный исторический период. Это был настоящий хаос. И, кстати, если опять же посмотреть программу Алашорды, и в частности ее объяснение, почему необходимо создать национальную автономию Алаш, тогда же речь шла о том, что это в первую очередь связано для защиты национальных интересов казахов. Потому что после Октябрьской революции, по мнению алашординцев, в стране начался хаос, анархия. Никто ни за что не несет ответственность. То есть этот хаос, анархия приводит к тому, что появляется большое количество угроз для простых жителей. И, кстати, параллельно с созданием национальной автономии, если вы помните, также была выдвинута идея и на практике реализовано создание народной милиции. То есть там 26 500 человек, должны были эту народную милицию составить, опять же для того, чтобы потом уже в будущем на базе нее создать, возможно, национальную армию. То есть уже один из признаков суверенитета. Опять же для защиты, в первую очередь, простых людей. Поэтому хотел бы подчеркнуть то, что партия Алаш, как исторический феномен, она возникла, возможно, в нужное время. Бөкейханның арманы тәуелсіз Алаш мемлекетін құру еді. Біз ойладық, әуелі Сібірге сүйеніп, тасмалдап, жалғасып көшіп кетелік.
жіп жалғап зор мемлекет күрмеуінен құтылып ап, отау болып соңынан бөлінелік деп. Басқаша айтқанда, алаш қайраткерлері өздерінің стратегиялық ең басты мақсатына, демек, яғни қазақтың мемлекетін қайта жаңғырту мақсатына жете алды. Міне, алаш қайраткерлерінің тарихи рөлі, тарихи маңызы сол, олар қазақ мемлекетін қайта құрып кетті. Демек, егер біз есептесек, қазақ хандығы бір жола тарих сахнасынан қашан кетті деген сұраққа келсек, ол 1847 жылы қазақтың соңғы ханы Кенесары хан қаза болғаннан кейін қазақ хандығы бір жола тарих сахнасынан кетті. Арада ғасырлар емес, 70 жыл өткенде ғана 1917 жылдың желтоқсан айында қазақ қайраткерлері, алаш қайраткерлері қазақтың мемлекеттігін қайта құрды. Бірақ енді жаңа заманауи мемлекетін құрды. Алаш автономиясы. Тағы бұл жерде аса ерекше атап өтетін нәрсе, алаш автономиясы дүниеге парламенттік президенттік республика болып дүниеге келді. Ал желтоқсан айында, 17 жылдың желтоқсан айында жалпы қазақ құрылтай жиналысы сайлаған алаш автономиясы Ресей империясының, бұрынғы Ресей империясының аумағында заңды түрде дүниеге келген тұңғыш заңды, легитимді мемлекет болып табылады. Алайда большевиктер Әлихан Бөкейхан мен Алашорданың басқа да қайраткерлерінің арманын орындауға мүмкіндік бермеуге барын салды. 1918 жылы Кремль кеңес билігінің төтенше комиссары Әліби Жангелдинге қазақ кеңесінің құрылтайын шақыруға тапсырма берді. Ондағы ойы сол жерде қазақ кеңес автономиялы республикасын жариялау еді. Жангелдинге Кремль ұстанымын Сталин былай түсіндірді. Буржуазиялық ұлтшыл топтардың автономияны талап ететін себебі, олар оны пайдаланып, өз халқын құлдыққа жекпек. Түптің түбінде, кеңес билігі қазақ халқын отарлап, миллиондаған халықты ашаршылық құрбанына айналдырды. 37-38 жылдардағы репрессиядан ондаған мың адам зардап шекті. Бірақ мұның бәрі кейін болды. Ол кезде большевиктер барлық амалды қолданып, алаш автономиясын құртып, қазақ жерінде кеңес билігін орнатпақ еді. Большевиктер қиын қыстау кезеңде, яғни ақтарға қарсы соғыс тұсында, алаш автономиясын мойындады. Олар оны автономия күштері қызыл әскердің қатарында шайқасу үшін жасады. Бұл Колчакқа қарсы жасалған соққыда еді. Себебі адмирал Колчак алаш автономиясын мойындаудан бас тартып, қазақ мемлекетіне қарсы әскери жазалау экспедициясын жіберуге бұйрық берген еді. Бұл уақытта кеңес билігі Алашорда жетекшілеріне үндеу жасады. 1918 жылдың наурыз айында Сталин алаш қайраткерлерімен тікелей желі арқылы байланысқа шықты. Алаш автономиясының атынан онымен Әлихан Бөкейханның орынбасары Халел Ғаббасов сөйлесті. Сталин Ғаббасовқа кеңес өкіметінің қазақ автономиясын мойындайтынын хабарлады. Сталин былай деді: Ресейдегі халықтардың құқықтары туралы халық комиссарларының шығарған белгілі ережесі бұл күнге шейін ұлт мәселесі тақырыбын Совет өкіметінің негізгі қызмет жобасы етіп келеді. Үшінші Советтер съезі осы ережені жайғастыруға қаулы қылды. Өзінің бізге тапсырып отырған жалпы қазақ қырғыз съезінің қаулысы түгелімен жоғары жобаға муафик келеді. Большевиктер де-факто және де-юре алаш автономиясын мойындауға мәжбүр болды. Сталиннің бұл мәлімдемесіне алаш жетекшілері 11 тармақтан тұратын келісім ұсынды. Құжаттың негізгі мәні Алашорда үкіметі қазақ автономиясы аумағындағы жалғыз мойындалған билік құрылымы болуы тиіс. Бірақ большевиктер бұл келісімге бірден жауап бермей, автономияға қарсы күресті бастады. 1917 жылдың сәуір айында Петербургте сол Сталин былай деп еді: Ресейдің құрамына кіретін бодандықтағы ұлттарға таңдау берілуі тиіс. Олар Ресей мемлекетінің құрамында қала ма, әлде бөлек мемлекет ретінде бөліне ме, оны өздері шешсін. Ал 1921 жылы Сталин мұны бос ұран деп атады. Біз бұл ұранмен қош айтысқалы 2 жыл болды. Бұл ұран бізде қазір жоқ. Аймақтардың бөлінеміз деп талап қою революцияның қазіргі кезеңінде контрреволюциялық бағыт екенін ескертеміз. Большевиктер партиясының жетекшісі Владимир Ленин де өз уәдесінен тайқып шықты. 1917 жылы 2 қарашадағы
Россия халықтары праволарының декларациясымен 1917 жылы 20 қарашада жарияланған Россия халықтары тең праволы және суверенді. Россия халықтары бөлініп шығып, өз алдына дербес мемлекет құруға дейінгі еркін өзін-өзі билеуге құқылы. Большевиктер билігі башқұрттарды алдап соқты. 1919 жылы наурыз айында Ленин мен Сталин Башқұртстан автономиясын мойындады. Бұдан кейін башқұрттар Қызыл әскерінің құрамында шайқастарға қатысты. 1 жыл 2 ай бойы башқұрт әскері Украина жерінде кеңес билігін орнатуға күш қосты. Бірақ жеңіс кеңестік биліктің жағына ауа бастағанда, большевиктер сөзінен тайқып, Башқұртстан Ресей автономиялық губерниясы деп жариялады. Башқұрт мемлекетінің жетекшісі Ахмет Заки Уәли келісімнің не себепті жойылғанын Лениннің өзінен тікелей сұрамақ болды. Бұған Ленин былай деп жауап берді. Сіз қандай революционерсіз? Бұл келісімге неге жабысып тұрсыз? Сізбен біздің келісіміміз бар болғаны бір тілім қағаз ғана. Ол бізді ештеңеге де міндеттемейді. Алайда, большевиктер Алаш автономиясын оңайшылықпен жоя алған жоқ. Автономия қайраткерлері халық арасында зор қолдау мен сенімге ие болды. Әлихан Бөкейхан мен оның үзеңгілес серіктері большевиктерді қолдамауға шақырды. 1918 жылы алашордалықтар мынадай шешім шығарады. Кеңес билігінің қабылдаған барлық декреттері Алаш автономиясы аумағында заңсыз деп танылсын. Әлихан Бөкейхан сол жылы мынадай мәлімдеме жасады. Қазақ халқы ешқашан кеңес билігін мойындамайды. Ешқашан кеңес мемлекетіне бағынбайды. Официально было заявлено о том, что советская власть в принципе признает независимость этого автономного образования в рамках Российской Советской Федерации. Да? То есть, получается, большевики, они обещали предоставить эту независимость. Вот. Но, как показывает практика, когда вместо одного дракона приходит другой дракон, да, он не признает наличие каких-то конкурентов, особенно политических, особенно с точки зрения конкурирующей идеологии. Понимаете, для большевиков было важно, чтобы те бывшие колонии, которые, ну, скажем так, после февральской революции, в частности, активно стали заявлять о создании каких-то автономий, речь идет не только о Туркестане, да, речь идет о Кавказе, например, да? Если помните, на Кавказе тоже были такие попытки. То есть они могли бы быть плохим примером для всех остальных. То есть для них было важно, чтобы были нейтрализованы для начала сами идеи по созданию некого независимого суверенного государства, да? Потому что если бы они предоставили бы кому-то эту независимость, то тогда бы это был, с их точки зрения, плохой пример для других бывших колониальных структур. И поэтому, естественно, им важно было с точки зрения политического выживания уничтожить вначале идею, а потом уничтожить носителей этой идеи. Сол кезде автономия жауларына қарсы тұратын қаруланған әскери жасақтар құрылды. Бірақ алашордалықтар қаумалаған жаудың қақ ортасында қалғанын анық түсінді. 1918 жылдың 21 қарашасында Колчак өзін бүкіл Ресейдің билеушісі ретінде жариялап, Алаш автономиясын басқа да ұлттық құрылымдарды мойындаудан бас тартты. Ол автономияны таратуды, ал оның жетекшілерін атуға бұйрық берді. Халықаралық жағдайда Алаш қайраткерлері үшін қолайлы болған жоқ. Англия, Франция мен Жапония Колчак үкіметін мойындап, оның ұлттық автономияларға қатысты шешімін қолдады. Алашорда әскері бірнеше майданда күрес жүргізді. Бірі Қызыл әскерге қарсы тұрса, екіншісі Колчакқа қарсы соғысты. Үшіншісі казак атамандарына тойтарыс берді. Ал төртіншісі Жангелди мен Иманов бастаған қарулы жасақтардан қорғанды. Бұл жағдайда алашордалықтардың кеңес билігін мойындаудан басқа амалы қалған жоқ. Мәскеуге большевиктермен кездесуге барған Ахмет Байтұрсыновты, Байқадам Қаралдинді және башқұрттар жетекшісі Ахмет Заки Уәлиді Сталин зор қошеметпен қарсы алды. Одан кейін оларды большевиктер көшбасшысы Владимир Ленин жеке қабылдады. Автономияны алып кететіндей кадр бізде болған жоқ.
сапа аз болды, сан аз болды. Сапалы кадрлар бар ғой, дау жоқ. Өйткені үлкен билікте болды, бірақ сан аз. Сондықтан іс жүзінде билік бедетінде мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан жер-жерде совдептер жеңіп отқан уақытта депутаттар кеңесі, солдаттар, шаруалар, жұмысшылар кеңесі жеңіп жатқан уақытта оған қарсы тұра алмады. Тек соның негізінде ғана автономия алуға шынында мәжбүр етті жағдай. Сондықтан да бұлар билікке ие бола алмады деп ойлаймын. Енді дегенмен 2 жылда жұмыс істеді, оның біржолата жойылуы 20-шы жыл ғой, 20-шы жыл көктемде қазақ әскери революциялық комитетінің қазақ жерінің өлкесін басқару туралы. Солар сол кезде шешім шығарды, сонымен жойылып іс жүзінде кірді. Бірақ Алаш идеясы бәрі өлген жоқ деп айту керек. Өйткені Алашты сол кезде қозғалысқа қатысқандар, Алашордаға қатысқандар, ол бәрібір жаңа үкімет мойындады ғой. Ана жаңа үкімет оларға кешірім берген. Бірнеше рет кешірім жариялады. Сондықтан жаңа үкіметтің құрамында істеді көбі. Сөйтіп кеуделерінде Алаш идеясы, ел болу идеясы кеуделерінде тұрғандықтан да олар советтік негізде бәрібір қазақтың ұлттық мемлекетін орнатуға тырысты. Алашорда қайраткерлері қазақ автономиясын тағы да бірнеше жыл басқарды. Зәки Уәли өзінің естеліктер атты еңбегінде қазақ пен башқұрт халықтарының тәуелсіздігі үшін күрестің жалғасқанын жазады. Тіпті коммунистік партиядан бөлек еркін социалистік партия құру мәселесі талқыланды. Зәки Уәли Алаш партиясының негізінде қазақ социалистік партиясын құруды да ұсынды. Бұл партияның бағдарламасы 1926 жылы шетелде жарияланды. Репрессия кезінде бұл құжат алашордалықтарға тағылған айыптардың ішінде негізгілерінің бірі болады. Ары қарай тарихтың қалай өрбігені белгілі. Тұтқындаулар, репрессия, абақты. Кеңес билігі Алашорда қайраткерлерін халық жауы ретінде көрсетті. Оларды контрреволюциялық, мемлекетке қарсы мыс әрекеттері үшін соттады. Алашорда қайраткерлерін даму мен реформалардың жауы деп таныды. Кремльдің бұйрығымен олардың саяси мұрасы атаусыз, зерттеусіз қалды. Ал шын мәнінде Алаш қайраткерлері дамудың өнегелі жолын ұсынды. Олар парламенттік демократиялық республика құруды армандады. Алаш қайраткерлері либералды және демократиялық көзқарасты ұстанды. Оны Алаш партиясының бағдарламасынан түсінуге болады. Ресей демократиялық федеративтік республика болуы тиіс. Үкімет басында учредительное собрание мен мемлекеттік дума қалауынша кесімді жылға сайланатын президент болуы керек. Президент халықты министрлер арқылы басқарып, министрлер учредительное собрание мен мемлекеттік дума алдында жауапты болады. Ең бастысы, Алаш заңдары тек қана қазақ ұлтына қатысты болған жоқ. Автономия жарғысы барлық ұлттарға тең қарады. Алашордалықтар діншіл де болмады. Олар зайырлы, білімді либералдар еді. Дін ісі мемлекет ісінен бөлек болуы, кіру, шығу жағынан бостандық. Мүфтилік қазақта өз алдында болу. Алаш тарихын терең зерттеген Тұрсын Жұртбай Ұраным Алаш атты кітабында 20 ғасырдағы көрнекті ұлт қайраткерлерінің ойларын 5 тұжырым түрінде көрсетті. Бірінші ұстаным: жер, жер және жер. Жерсіз отан жоқ. Әлихан Бөкейханның ұйғарымы бойынша қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп толық игермейінше, жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді. Яғни бұл ұстаным: жер отан, ал отанды сатуға да, жеке меншікке айналдыруға да болмайды. Екінші ұстаным: жердің астындағы, үстіндегі, аспандағы барлық игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Әлихан Бөкейханның айтуынша, оның әрбір түйір тасы әр қазақтың өңіріне түйме болып қадалу керек болатын. Үшінші ұстаным: Әлихан Бөкейханның жобасы бойынша қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып киілуі керек. Яғни толықтай экономикалық тәуелсіздік пен бірлікке қол жеткізуге ұмытылуы тиіс еді. Төртінші нысана: қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тіл, дін, діл үстемдігі болуы керек. Яғни Халел Досмұхамедовтың пайымдауына жүгінсек, ұлттық мәдениет үстемдігі сақталуы тиіс болатын. Бесінші түпкі мақсат: тәуелсіз ғылымға, ұлттық салт дәстүрге негізделген заңға сүйене отырып, Жапонияның үлгісіндегі ұлттық демократиялық мемлекет құру. Ал біздің елде тұңғыш конституция қашан пайда болды? 20 ғасырда. Алғашқы қазақ конституциясын жаздырған Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан еді. Оның жетекшілігімен
заңгер Барлыбек Сыртанов 1911 жылы қазақ елінің жарғысы конституцияны жазып шықты. Демократия мен либералды құндылықтарды дәріптеу жағынан бұл конституция дамыған Еуропа елдерінің заңынан кем түскен жоқ. Адам баласының құқы туралы. Қазақ елінде адам баласының бәрі тең құқылы. Дініне, қанына, тегіне, нәсіліне қарап адамды қорлауға жол жоқ. Адам тек закон һәм Құдай алдында жауап береді. Қазақ елінде адам балалары бостандықта, теңдікте һәм бақытты өмір сүруге құқы бар. Қазақ елінде ер адам мен әйел теңді. Қазақи ерекшеліктер әйелдерді қорламайды. Әйел келісіммен іске асады. Қазақ елінде адам баласының еркін сөйлеуге, ұйым құруға һәм партияларға кіруіне тыйым жоқ. Нәсілдерді бір-біріне қарсы итеретін ұйымның, партияның адам баласының істеріне тыйым салынады. Кінәлілер законға жауапты. Қазақ елінде соттың рұқсатынсыз адам баласы ұсталмайды, абақтыға қамалмайды. Ұсталғандарға сот 24 сағатта құқым беруі шарт, болмаса қамаудан босатылады. Законды бұзу мен қамаған сот алдында сазайын тартады. Қазақ елінде адам баласының хат хабарын ашуға рұқсат жоқ. Рұқсат беру соттың мойнында. Адам баласының мүліктің барлық түріне ие болуға құқы бар. Мүлікке ие болу, пайдалану һәм билеуден адам баласына зиян болмау шарт. Мүлік құқынан айыру закон мен құнын төлеу арқылы болады. Қазақ елінде ең басшы орны ұлт мәжілісі. Оған дауыспен өткендер қазақ елінің басшысы президентті 4 жылға сайлайды. Бір президент 2 реттен асып ел билеуге құқы жоқ. Барлыбек Сыртанов 1911 жылы жазған конституция алаш қайраткерлерінің демократиялық идеялар мен құндылықтарды қолдағанын тағы бір паш етеді. Олардың арманы тәуелсіз, мықты және дамыған ел құру еді. Алаш мемлекетін осы жолда олар дамыған батыс елдерінің үлгісінен үйренді. Егер сол кезде 20 жылдан кейін бері қарай Қазақстан билігінің басында сол алаш қайраткерлері қалған болса, онда бүгінгі қазақ автономиясы, қазақ мемлекеті әлемге кең танылған демократиялық парламенттік мемлекет болар еді. Өйткені жаңа атап өткенімдей, алаш автономиясы құрылған күні алаш партиясының жарғысына назар аударсаңыз, алаш автономиясының болашақ конституциясының жобасына назар аударсақ, өзін дүниеге келген сәттен бастап алаш автономиясы өзін демократиялық парламенттік республика ретінде таныстырды. Өйткені алаш қайраткерлерінің басынан бүкіл қайраткерлері олар тек жан дүниесімен либералды демократиялық құрылымды қолдап келген азаматтар болатын. Сол себептер олар тіпті кеңес үкіметі құрылғаннан кейін кеңес үкіметін олар мойындап, кеңес үкіметіне жұмыс істей бастағанның өзінде, қызмет ете бастаған кездер, олар өздерінің демократиялық көзқарастарынан бірі де бас тартқан жоқ. Алаш қайраткерлері большевиктерден жақсылық күтуге болмайтын түсінді. Кеңес билігі жергілікті халықты ел басқарудан шеттетуді дереу қолға алды. Түркістан кеңестерінің 3-ші құрылтайында қабылданған қарардан қазіргі уақытта мұсылмандарды жоғары аймақтық революциялық билікке жолатуға болмайды. Жергілікті кадрларды қазақ автономиясын басқаруға тарту қажеттігін Ленинге жазған хатында Ахмет Байтұрсынов, Зәки Уәли және Тұрар Рысқұлов көтерді. Бұл жазбаша жолдауға жауап берген Ленин радио арқылы мұсылман халықтарына сөз сөйледі. Ол жергілікті большевиктік ұйымдар жұмысына Қазақ Рысқұловты, Өзбек Қожаевты, Татар Сұлтанғалиевті тартып, оларды биік қызметке тағайындауды тапсырды. Бірақ Лениннің бұл жолдауына большевиктер үзілді-кесілді қарсылық танытып, оның өзін сұрақтың астына алды. Бұдан кейін Ленин Зәки Уәлиге бүйдеді. Көрдіңіз бе? Радио арқылы берілген бұйрықты орындау үстінде көптеген қиыншылықтар туындады. Орыс империализмін орыстардың қолымен де, олардың еркінен тыс мұсылмандардың қарулы күштері арқылы да жою мүмкін емес. 1924 жылы Сталинге жолдаған хатында Голощекин былай деп жазды. Большевиктердің Киргизиядағы партиясында қырғыздардың үлес салмағы 6%. Оның үстіне қырғыздар шашыраңқы, қырғыз бөлімшелері атымен жоқ. Ленин бастаған большевиктер билікті ешкімге де бермек емес еді. Петроградта қарулы көтеріліс арқылы мемлекеттік төңкеріс жасаған қызылдар өз позициясын нығайтпақ мақсатта болды.
либералды көзқарас ұстанған Алашорда қайраткерлері кеңес билігін қазақ жерінде орнатуға кедергі келтірді. Большевиктер тәуелсіз тұлғаларға төзімділікпен қарай алмады. Мұстафа Шоқайдың баяндаған Ташкенттегі оқиғасы соның айқын дәлелі. 1925 жылдың 21 қаңтарында Ленинді еске алу кезінде Ташкент қаласының жергілікті халқы биліктің бұйрығымен тізерлеп тұрды. Осындай күйде нағыз колониалды құлдар сияқты жергілікті халық бірнеше минут тізерлеп тұрды. Кеңес билігінің мұндай масқара әрекеті туралы газеттер біраз уақыт үнсіз болды. Тек қана 2,5 айдан соң 9 сәуір 1925 жылы Қызыл Өзбекстан Ташкенттік газеті өзінің Мәскеудегі тілшісіне бұл туралы жазуға рұқсат берді. Большевиктер халықтарды осылай жаулады. Бірақ алаш қайраткерлері большевиктердің алдында тізерлеген жоқ. Олар тәуелсіз әрі мықты мемлекет құрғысы келді. Олар бір ғана Қазақстанмен шектелмей, барлық Түркістанды, ал бұл қазір орталық Азия деп аталады, біріктіргісі келді. Түркістан жетекшілері Мұхамеджан Тынышпаев пен Мұстафа Шоқай алашордалықтардың бұл бастамасын қолдап, Алашорда үкіметінің құрамына кірді. Кейбір деректерге сенсек, Алаш партиясының құрамында 5000-ға тарта ұлт зиялылары мен дала аристократиясының өкілдері болды. Әлихан Бөкейхан мен оның үзеңгілестері қай елдерден үлгі алды? Әрине большевиктік Ресейден емес, Жапониядан, Еуропадан, ақштан өнеге жинады. Алашордалықтар батыс елдерінен сабақ алу арқылы үздік нәтижеге қол жеткізуге болатын айқын түсінді. Ал 1904-5 жылдардағы соғыста Жапония Ресейді күйрете жеңгеннен кейін, олар Азияның қарыштап дамып келе жатқан бұл елінің тәжірибесін терең зерттеді. Халил Досмұхамедов 1904 жылы өзінің досына жазған хатында былай деді. Сенен басқа ондаған, тіпті жүздеген қазақтың баласы жоғарғы білім алып жатқанын ойласаң, бұл халық та еңбекке, дамуға қабілетті екен. Бәлкім, болашақта әлемдегі өзінің орнын ойып тұрып алып, екінші Жапония бола алады дегенге көз жеткізесің. В качестве политической модели будущего развития, с будущим суверенного государства, алашординцы взяли японскую модель. Да. Что интересно, да? То есть тоже постепенное развитие, модернизация, но не забывая свои национальные корни, да? Сохраняя свою национальную идентичность, что в принципе у японцев получилось. И как показало в дальнейшем развитие Японии, но если даже исключить вот эти очень тоже кровавый период там, Второй мировой войны и так далее, да, вот, а по факту то, что мы сейчас видим, Япония сейчас входит там, в список 30 развитых стран мира, куда, кстати, Казахстан хочет попасть. То есть получается то, что тогда лошадинцы взяли Японию в качестве примера, ту страну, которая, с точки зрения даже футурологии, они оказались правы. Попала потом в список 30 развитых государств, образца для подражания, на который Казахстан тоже сейчас пытается ориентироваться. 1852 жылы американдық президент Миллард Филмор Жапония жағалауына әскери экспедиция жіберуге бұйрық берді. Оның негізгі ойы мен талабы мынадай еді. Құрама Штаттар мен Жапония бейбіт, достықта өмір сүрді. Бір-бірімен сауда-саттықпен айналысты. Ол Жапонияға 3 ұсыныс жасады. Жапония ежелгі заңдарын өзгертіп, екі ел арасында ашық сауда қатынастарын жүргізуге рұқсат берсе, жапондар кеме апатына ұшыраған адамдарға көмек көрсетсе, американдық пароходтар мен басқа да кемелерге Жапонияда тоқтап, көмір, су мен азық-түліктің қорын толтыруға рұқсат берсе. Американдық миссияның басшылығында Мексика мен соғыстың ардагері Коммодор Мэтью Перри болды. Ол Эдо жағалауына 1853 жылдың 8 шілдесінде келді. 6 күннен соң ол салтанатты түрде кемеден түсіп, президенттің хатын Сегунат өкілдеріне тапсырды. Одан бөлек, Перри жапондарға өз атынан да 2 хат жазды. Онда ол Жапонияның оқшаулану саясатын миға қонымсыз және тиімсіз деп сипаттады. Жапондарға ойлануға 1 жыл уақыт беріп, өз еліне аттанды. 1854 жылы 14 ақпанда Перри Жапонияға қайта оралды. Бұл жолы оның флотилиясында 8 мықты әскери кеме болды. Жапон басшысының американдықтармен келісімге қол қоюдан басқа амалы қалған жоқ. Осылайша Перри экспедициясы Жапонияның оқшаулану саясатына нүкте қойды. Бұл жағдай Жапонияның тарихи өзгерістерге бастады. Батыс пен оның институттарын терең зерттеп,
оны өздеріне енгізбейінше, Жапония үнемі басқа елдерге тәуелді болатынын Сигунаттың саяси жетекшілері түсінді. Сондықтан 1862 жылы Сигунат бірнеше самурайды Лейден университетіне жіберді. Бұл жапондарды қабылдаған батыстың тұңғыш оқу орны еді. 1868 жылы Токугава Сигунаты саяси биліктен кеткенше, олар ақш пен Еуропа елдеріне 7 миссия аттандырды. Барғандар батыс елдерінің әлеуметтік, саяси, мәдени және экономикалық институттарын зерттеді. Жапонияда император билігі қайта орнаған соң, батыс тәжірибесін зерттеу бұрынғыдан да күшейді. 1871 жылы үкімет Ивакура Томоми бастаған делегацияны ақш пен Еуропаға жіберді. Олардың ең басты тапсырмасы батыс өркениетін зерттеу, түсіну еді. Делегация бірнеше топқа бөлініп, әрқайсысы өз тапсырмасын бөліп алды. Біреуі конституция мен батыс елдерінің саяси институттарын зерттеді. Біреуі білім мен ғылым беру саласын зерттеді. Енді бірі экономикалық мәліметтер жинаумен айналысты. Миссияның тарихшысы былай деп жазды: Еуропа қазіргідей бай әрі бақуатты деңгейге тек қана 1800 жылдардан соң жетті. Ең кемінде осынша биікке көтерілу үшін 40 жыл қажет болды. Осы жолдарды оқып отырған адамдар Еуропаның бұл сабағын Жапония пайдасына іске асыруы тиіс. 1868 жылы Жапония императоры бар билікті өзіне қайтарған соң, Киото сарайына 400-ге жуық шенеунікті жинап, ұлттық саясаттың жаңа ұстанымдарын жариялады. Бұл құжат ант үстінде берілген уәделер хартиясы ретінде танымал. Оның ішінде алаш идеяларымен үндес бір қатар ұстанымдар болды. Ақылдасу жиындары шақырылып, барлық мемлекеттік мәселелер халық талқысы арқылы шешілсін. Білім бүкіл әлем бойынша жиналып, мемлекеттің іргетасын күшейтуге бағытталады. Жапон мемлекетінде жаңа конституцияны қабылдау төңірегінде бірнеше жыл тартыс жүрді. Тек қана 1889 жылы Мэйдзи императоры Жапонияның жаңа конституциясын жариялады. Конституция жапондарға мынадай құқықтарды сыйлады: заңсыз тінтуге тыйым салынды және үйдің ішіне рұқсатсыз басып кіруге болмайды. Тек қана соттың шешімімен жаза қолданылды. Жеке мүлікке қол сұғылмаушылыққа кепілдік берілді. Діни еркіндік берілді. Сонымен қатар сөз бостандығы, қоғамдық ұйымдар құруға рұқсат етілді. Бұл құқықтар Мэйдзи конституциясында анық жазылды. Мэйдзи билігі орнаған 3-10 жылдықтың ішінде Жапония басшылары конституциялық құрылымды нығайтты, ұлттық кеңесті шақырды, индустриализация жүргізді және қоғамның әлеуметтік құрылымын жаңартты. Нәтижесінде Жапония тез дамып келе жатқан елдердің біріне айналды. Ал 1904-5 жылдардағы соғыста Жапония Ресейді ойсырата жеңіп шықты. Мэйдзи заманының жарқын үлгісі алаш қайраткерлеріне мемлекетті тез дамытуға болатынын көрсетті. Алаш жетекшілерінің бірі Міржақып Дулатов былай деді: саяси институттардың үлгісі ретінде Еуропадан үйренуіміз тиіс. Автономия құру жолында жүрген алаштықтардың үнжариясы болған Қазақ газетінде бейнеленген киіз үйдің есігі Еуропа жаққа қарап тұрды. Неге дейсіз ғой? Бұл білім мен ғылым Еуропадан келеді. Сол жақтан үйренуіміз тиіс дегенді білдірді. Кеңес билігінің алғашқы орнаған жылдарында большевиктер мектеп салып, қазақ балаларына дұрыс білім беруді көздеген жоқ. Бұл сөзді Мұстафа Шоқай жариялаған ресми құжаттарды дәлелдейді. Ол былай деп жазды: еңбекші қазақ газетіне назар аударайық. 1927 жылғы газеттің санында былай деп жазылды: қазақ мектептерінің саны 1600 шамасында. Бірақ ғимараты бар мектептердің саны 40-қа әрең жетеді. Артық сөздің қажеті жоқ. 1600 қағаз жүзінде, ал іс жүзінде 40-қа әрең жетеді. Одан әрі, қазақ ауылдарында мектептердің 1,5%-ның ғана ғимараты бар. Ал орыс мектептерінің 28%-ында ғимарат бар. Голощекин де бұл фактыларды мойындады. Партиялық конференцияда оқыған баяндамасында ол былай деді: қағаз жүзінде ауылдарда мектептердің саны көп, ал шын мәнінде ауылдарда мектеп жоқ. Егер ауыл мектептерінің ғимараты болса, онда орындық жоқ, орындық болса оқулық жоқ. Алашорда қайраткерлері мұндай білім деңгейімен мемлекет алысқа шаппайтынын түсінді. Әлихан Бөкейхан сол кездегі Ресей үкіметінің жетекшілерінің бірі Александр Керенскиймен болған әңгімені есіне ала отырып былай деді: біз өзіміздің шығыс дәстүрімізбен, түрлі түсті өзбек шапандарымен,
өкшесі жоқ жұмсақ мәселелерімізбен өркениеттің табалдырығынан аттай алмаймыз. Дін істері мемлекеттен бөлек болып, біз өзіміз ұлттық демократиялық қоғам құруға талпынуымыз тиіс. Қазақстан 1991 жылы тәуелсіздік алды. Алайда егемендікке қол жеткізуге бұдан ондаған жыл бұрын мүмкіндігі бар еді. Бірақ большевиктер де, Алаш автономиясының басқа да тоталитарлы көршілері де Әлихан Бөкейхан мен оның саяси үзеңгілестерінің бұл арманын орындатпайтыны анық болатын. Дегенмен ойланып көрейікші, егер Алаш автономиясы аман қалғанда, қазақ халқы қандай қасіреттен құтылар еді? Қазір біз қандай мемлекетте өмір сүрер едік? Біріншіден, егер Алаш қайраткерлері тәуелсіз мемлекет құралғанда, қазақ халқы ашаршылықтан аман қалар еді. Өткен ғасырда айналдырған 10 жылдың ішінде қазіргі Қазақстан аумағында 2 зұлмат болды. 1921-22 жылдардағы ашаршылық 1,5 миллион қазақтың жанын жалмады. Рысқұловтың мәлімдеуінше, қаза болған мұсылмандардың саны өте көп. Алайда нақты сандарды ол келтірмейді. Кеңес дерек көздері сұмдық сандарды жариялады. 1,114,000 қаза болған адам. Перовскіде, қазіргі Қызылорда, Ержот атты жеке дара билеуші отырды. Одан тұтас бір халық, қазақтар үдере көшті. Бұл көш кезінде 1 миллионға тарта адам қаза болған. Білесіз бе, бұл қайда жазылған? Мұны тек қана шындықты жазады деген Мәскеулік Правда газеті жазды. Кеңес өкіметі өзін бір жала орнықтыру үшін адамзат тарихында болмаған сұмдық зұлымдыққа барды. Ең алдымен 1928 жылы олар жаппай ұжымдандыру және байлардың түгел дүние мүлкін түгел тәркілеу, оларда итжеккенге айдау. Ақырында 31-33 жылдары қазақ даласында қолдан аштық ұйымдастырып, қазақтың 70%-нан астамын қырып салды. Сөйтіп қана кеңес үкіметі қазақ даласында бір жала орналасты. 1931-32 жылдардағы ашаршылық бүкіл Қазақстан аумағында орын алды. Зұлматты жылдары 3,5 миллион қазақ қырылды. Птуха атындағы демография және әлеуметтік зерттеулер институтының директоры Наталья Левчук Қазақстанда ашаршылықтан ең көп зардап шеккен ел ретінде атады. Абсолютті қатынаста ең көп халқы қырылған ұлт Украина. Біздің дерегіміз бойынша 3,9 миллион адам қаза тапты. Бірақ республикалардың халқының саны әртүрлі болғанын назарға алсақ, тек қана абсолютті қатынас арқылы мәселеге қарау дұрыс емес. Ол кезде Украинада 30-31 миллион халық болды, ал Ресейде 104-105 миллион еді. Түрлі мәліметтерге сенсек, Қазан төңкерісіне дейін қазақтардың саны 6,4 миллион адам еді. 1939 жылы жүргізілген халық санағында қазақтардың саны небәрі 2 миллион шамасында болды. Левчуктың сөзінше, халқына шаққанда ең көп зардап шеккен ел Қазақстан, екінші орында Украина, одан соң Ресей, Беларусь, ал Закавказия мен Орталық Азия одан да аз. Рада ашаршылықта Украин халқына жасаған геноцид деп танды. Қазақстан әзір мұндай заң қабылдамай отыр. Егер 20 ғасырдағы ашаршылық болмағанда, қазір қазақ халқы әлемдегі ең көп ұлттардың бірі болар еді. Егер Қазан төңкерісіне дейін қазақтың саны 6 миллион болса, Түркияның ол кезде 12 миллион халқы бар еді. Қазір Қазақстанда 18 миллион халық болса, Түркияда 80 миллион адам тұрады. Оның ішінде этникалық түріктердің саны 65 миллионға жуық. Ал этникалық қазақтың саны Қазақстанда небәрі 11 миллион шамасында. 5 миллионға жуық қазақ түрлі тарихи оқиғаларға байланысты өз отанынан шетте өмір сүруде. Мысырлықтардың саны өткен ғасырдың басында 10 миллион еді. Қазір Мысырда 95 миллион халық бар. Ирандықтардың саны 10 миллион болса, қазір олар 80 миллионға жетті. Көрдіңіз бе зұлымдықты? Егер сталиндік геноцид, ашаршылық болмағанда, қазір Қазақстанда ең кемінде 50-60 миллион халық өмір сүрер еді. Барлық фактілер мұны айғақтайды. Ашаршылық қазақ халқын жою үшін ұйымдастырылған.
Алаш партиясының бағдарламасына қараған уақытта, жалпы сол кездегі Алаш қайраткерлерінің жазған мақалалар, ұстанымдарына қараған уақытта әрине жағдай басқаша болар еді. Ең бірінші, менің ойымша, бұл парламенттік республика болар еді, өздері көздегендей. Онан кейін жалпы әрине зайырлы мемлекет болар еді. Ол енді солай болды, боялар еді. Өйткені Алаштың өзі сол дін мен мемлекетті бөліп қарау деген мәселе бұрыннан қойған болатын. Содан кейін ең басты ұлттық бірлік сақталар еді. Және ең үлкен нәрсе Совет үкіметінде орын алмаған. Совет үкіметінің үлкен қылмысы онда жүзеге аспаған болар еді. Совет үкіметі билікке келгелі бері 17 жылдан бастап халық қырғынға ұшырады ғой. Сонау 32-33 жылға дейін халық қырыла берді. Перманентті аштық, ашаршылық болды. Ол іс жүзінде большевиктердің қолдау ұйымдастырған ашаршылық еді. Кезінде Мұстафаның айтатыны бар. Большевиктердің аштық саясаты. Сол саясат жүзеге аспаған болар еді. Халық ашаршылыққа ұшырамаған болар еді. Яғни ұлттық апатқа ұрынбаған болар еді. Өйткені біздің үлкен білетіміз үш дүркін үлкен аштық болды. 17-18, 19 жылдары, 21-23 жылдары, 31-33 жылдары. Сол алғаш екеуі екі автономияның төңірегінде болса, Түркістан автономиясында және Қазақ автономиясында. Ал үшінші аштық біріккен үлкен Қазақстанның төңірегінде болды. Және бәрі Россияның құрамында жүргенде болды. Бұны осы ашаршылықтар болмас еді. Ол біздің осы күнгі жобалап есептейді ғой, жоба бойынша тікелей 4,5 миллиондай қазақ кетті деп есептейді, көшпелі халық. Ол енді сол кездегі ықтимал өсімді есеп қалсақ, 10 миллиондай қазақтан айырылдық. Егер де оның бәрі ондай қырғынға ұшырамаған болса, егер де жаңа үкімет, Алашорданың көздегенде үкімет болса, ондай қырғын болмас еді әрине. Онда бүгінгі халық сыңсып отырған бір 40-50 миллион сондай бір ірі халық болар еді. Екіншіден, Алаш автономиясын құрып, кейін тәуелсіз мемлекетке айналғанда 37-38 жылдардағы репрессиялардан аман қалар едік. Сол кездері 118 мың адам сотталып, олардың 25 мыңы ату жазасына кесілген. Қазақстанның аумағында адам шошырлық, нацистердің концлагерлерімен салыстыруға болатын түзету лагерлері құрылды. Репрессия жылдарында біздің елдің аумағына 5 миллионнан астам адам жер аударылды. Сұмдық емес пе? Если бы, например, Алаш-Орда сохранилась как правительство, а партия Алаш была бы очень сильным политическим игроком, то, возможно, мы бы не потерпели еще очень мощное поражение, которое потом произошло, вот особенно 30-е, 40-е и дальнейшие годы. Это уничтожение интеллигенции. Понимаете, то есть с уничтожением руководителя Алаш-Орды, вот этой, да, скажем так, той самой интеллектуальной элиты, по сути, появился большой вакуум. Естественно, в будущем стал заполняться, скажем так, новой интеллигенцией, но, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, для него были важны не мыслители, а идеологи. И мы до сих пор страдаем от этого. Если даже посмотреть на текущую действительность, да, и задаться вопросом, есть ли в Казахстане там казахстанская интеллигенция, мы видим, что, к сожалению, такое высокое звание интеллигент мало кто может себе нести, да? Потому что интеллигент – это в первую очередь человек или представитель интеллигенции, который любит задавать по отношению к власти. В этом особенность интеллигенции. То, что было у Алаш-Орды. Үшіншіден, кеңес саясатынан орын алған түрлі қасіреттерге ұрынбас едік. Қызыл қырғын, ұжымдастыру, еңбек лагерлерінің құрылуы, көп жылғы тоқырау, диктатурадағы өмір, осының бәрінен аман құтылуға мүмкіндік болды. Қазақ халқы кеңес жылдарында өзінің тілінен, мәдениетінен айырылуға аз қалды. Кеңес жылдарында Алматыда бір ғана қазақ мектебі болған. Зәки Уәли өзінің естеліктерінде былай деп жазды. Таныс поляк коммунисті Тұрар Рысқұловқа құпия түрде құжаттың бір данасын берді. Кейін 1923 жылы татар зиялысы Осман Тұқымбет бұл құжатты Берлинге алып кетті. Оның ішінде мынадай ойлар айтылған. Көптеген шығыс халықтарында әлі де әдеби тілдің қалыптаспағанын пайдаланып, бірнеше халықты біріктіре алатын мықты әдеби тілдің пайда болуына тосқауыл қоюымыз керек. Бұл халықтардың мәдени қайраткерлері мен ойлы адамдарының аз екенін ескерсек, олардың арасына іріткі салып, кейін мүлдем жойып жіберу аса үлкен қиындық туғызбайды. Мәдени кемсіту саясаты аса қасіретті жағдайларға алып келді бізді. Қазақ ұлтының тағдыры басқаша қалыптасар еді, егер Алаш республикасы жеңгенде. Қазақстан қазір мүлдем басқаша мемлекет болар еді. Мықты, дамыған, ықпалды, халқы көп, демократиялық елге айналар едік. Егер әр 4 жыл сайын президент ауысып отырса, 1917 жылдан бері қазір бізде 25-ші басшы болар еді. Түрлі саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар мен тәуелсіз ақпарат құралдары болар еді. Идеялардың әр алуандығы, ашықтық пен еркіндік болар еді. Егер Алашорда жеңгенде,
қазақ елі негізгі көрсеткіш бойынша қандай деңгейге жетуі мүмкін еді? Халықтың саны 50-60 миллионға жетер еді. Қазақстан аймақтағы ең ірі ұлтқа айналар еді. Саяси құрылымы бойынша демократиялық, зайырлы және ашық мемлекет болар еді. Алаш партиясымен бірге мемлекеттік дамудың басқа да өнегелі жолдарын ұсынатын өзге де саяси күштер мен партиялар жұмыс істер еді. Әділетті және ашық сайлаулар өтер еді. Қазақстан саяси мәдениеті мен өркениеті қалыптасқан мемлекетке айналар еді. Экономикасы ең дамыған және ірі мемлекеттің бірі болар едік. Осындай дарынды халқы бар, пайдалы қазбалары бар, жерінің кеңдігі мен Қазақстан жапондардан, оңтүстік кореялықтар мен малайзиялықтардан және басқа да дамыған Азия елдерінен кем өмір сүрмес еді. Әлихан Бөкейхан мен оның үзеңгілестері ғылымды, білімді дамытып, мықты кадрлар дайындар еді. Өндірістік төңкеріс, әлеуметтік өзгерістер сәтті жүзеге асар еді. Орталық Азия келбеті де басқаша болар еді. Біз Түркістанның Алаш құрамына кіруге дайын екенін айттық. Сол кезде Алаш қайраткерлерінің арманы жүзеге асса, қазір Орталық Азияда бір үлкен мемлекет болар еді. Бұл елдің халқының саны 100 миллион адамнан асар ма еді, кім білсін. Мықты экономикасы, ашық саяси жүйесі, демократиялық институттары бар Алаш мемлекеті Еуропа одағына кіруге мүмкіндігі болар еді. Біздің еліміз аймақта ғана емес, бүкіл түркі әлеміндегі ең ықпалды елге айналуға мүмкіндігі болар еді. Бұл жай ғана құр арман емес. Әлихан Бөкейхан мен оның серіктері дәл осындай мемлекет құруды жоспарлады. Тоталитарлы тарихсыз, жемқорлықсыз, кеңестік негативті мұрасыз Қазақстан мықты әрі дамыған мемлекетке айналуға толық мүмкіндігі болды. Әрине, егер Алаш республикасы шенгенде. В их модели было создание, скажем так, все-таки демократического государства. И если бы это государство появилось тогда, и у него не было больших проблем с точки зрения своего развития, то, возможно, сейчас мы уже давно жили бы, да, в условиях определенного демократического общества. Но момент состоит в том, важный момент, что алашардинцы пытались создать демократическое государство в окружении авторитарных соседей. То же самое Китай, да, ну, если вы помните, даже многие государства мусульманского мира, да, или с этой стороны Россия. То есть, опять же, там понятно то, что большевики пришли к власти под лозунгом равноправия, но потом мы уже видели, к чему это привело, да, то есть создание жесткой командной административной системы. Вот. И поэтому возник бы вопрос, смогло бы вот это демократическое государство долго просуществовать в окружении таких довольно жестких авторитарных систем. Вот. Можно было предположить, что в будущем, даже если бы такое государство было создано, возможно, были бы какие-то конфликты и с московскими властями в будущем. Возможно, были бы. Тем более, что, если вы помните, все-таки советская власть, она ведь мыслила тоже довольно глобально. Да? То есть основная задача была распространить эту идею, в том числе и в странах мусульманского мира, даже пойти дальше Средней Азии, да? Там Афганистана, и дойти до Индии и так далее. То есть были такие идеи. То есть идея всемирной революции, она, по сути, была мощным стимулом для деятельности партии большевиков на первых этапах ее становления. Потом, когда уже Сталин пришел к власти, он идею всемирной революции убрал в исторический ящик, потому что реально понимал, что это сейчас невозможно. Да, поддерживались те или иные революционные силы, но он уже не как Лев Троцкий или как Ленин, да, он уже не бегал с этими идеями. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, если бы даже это государство было создано, перед ним было бы большое количество вызовов, внешних вызовов. Я думаю, было большое количество желающих это государство уничтожить, внутренних вызовов. Потому что всегда речь идет именно о создании экономического базиса, на основе чего бы, да, создавалось это государство. То есть можно сделать политическую надстройку. Да? Возникает вопрос, а какие экономические будут предпосылки для того, чтобы эта надстройка долгое время существовала. Да? Как можно было трансформировать тогда кочевое все-таки, да, общество в модернизационное общество. То есть здесь важный вопрос стоял именно о просвещении, об образовании в том числе. Егер бір қатар шешуші оқиғалар болмағанда, Алаш жетекшілерінің мемлекеттілікті сақтап қалатын мүмкіндігі болды. Әрине оңай болмас еді, бірақ мүмкіндік те бар еді. Десек те, осындай қиын жағдайдың өзінен Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков және басқа да қазақтың көрнекті қайраткерлері халқы үшін қолынан келгенінің бәрін жасады. Қазіргі Қазақстан үшін саяси максимумге қол жеткізіп берді деуге болады. Бұл Алматыдағы Әлихан Бөкейхан атындағы көше, ұзындығы небәрі 4 шақырым. Орталықтан алыс, әйгілі алматылық барахолканың жанында.
Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш астанасы Алматыда Әлихан Бөкейханның атына бірде-бір орталық көше арналмаған. Оның орнына еліміздің бірқатар қалаларында Лениннің, Мирзаянның, Фурмановтың атындағы көшелер әлі сол қалпында тұр. Алаштың көрнекті қайраткері Әлихан Бөкейханның атына бірде-бір орталық көшені арнамағанымыз қалай? Әлихан Бөкейханның Семейдегі ескерткішін ол кезде бұл қаланың атауы Алаш еді. Тек қана 2017 жылы ашты. Алаш автономиясын жариялаған соң 100 жылдан кейін. Одан ертерек ескерткіш орнатса болар еді ғой. Ал Семей қаласының атауын өзгерту туралы мәселені ешкім де көтермейді бүгінгі Қазақстанда. Семей қаласының атауы Семипалатинск, яғни 7 палатка деген орыс сөзінен шығатынын халық білсе де. Қазақ тілінде Семей деген оғаш түсінік жоқ. Олай болса, Семейдің атауын Алаш деп өзгертуге не кедергі? Наша история казахского народа – это как зеркало, в которое не хотят смотреть, да? Вот, то есть они больше любят селфи. То есть где видят свое лицо и фотографируют, и представляют это как великое достижение. Вот, обратите внимание, в этом году было столетие, да? С момента образования партии Алаш, когда ее образовали вот в июле 2017 года, потом появление Алаш-Орды правительства, да, Народного совета, вот, и объявление создания вот, национальной территориальной автономии Алаш, да? То есть 100 лет. То есть в других бы странах мира, в принципе, это отмечалось как очень значимый государственный праздник. 20 ғасырда орын алған қасіреттерге біз саяси баға да берген жоқпыз. Керек десеңіз, Ресейде федералды қауіпсіздік қызметінің басшысы Александр Бортников 1937-38 жылдардағы жаппай репрессияларды ақтаған кезде де Қазақстан үнсіз қалды. Людмила Алексеева, Лия Хиджакова, Светлана Ганушкина, Лев Гудков және басқа да Ресейдің көрнекті қоғам қайраткерлері Бортниковтың репрессияны жақтайтын сұхбатына қатысты мынадай мәлімдеме жасады. Ол шын мәнінде кеңестік жазалау органдарының террорынан басталған әлеуметтік және ұлттық белгілер бойынша жасалған геноцидті және адамзатқа қарсы жасалған басқа да ауыр қылмыстарды ақтады. Ол қасақана және әдейі 20-50 жылдардағы қырғынның көлемін азайтып, оны жай ғана 37-38 жылдардағы болмашы оқиғаға балады. Федералды қауіпсіздік қызметі басшысының мұндай сорақы мәлімдемесіне қатысты Қазақстан басшылығы неге үнсіз отырғаны түсініксіз. Белгілі тарихшы Мәмбет Қойгелді Әлихан Бөкейханды қазақ Ганди деп атады. Шын мәнінде бұл солай. Егер 20 ғасырдағы күрделі саяси оқиғалар, географиялық орналасуымыз және тоталитарлы режимдердің үстемді құруы болмағанда, Алаш қайраткерлері тәуелсіз мемлекет құра алар еді. Бірақ біз мойындауымыз тиіс. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанда Бөкейхан мен оның серіктеріне қарыздар. Біздің елді Алаш мемлекетінің тікелей мұрагері деп тануға болады. Егер олардың жарғақ құлағы жастыққа тимей, қызу күресі болмағанда, біз қазір қандай шекарада қалатынымыз белгісіз еді. Бұл сөздерімізді нақты фактілер дәлелдей түседі. Тұрсын Жұртбай былай деді: Қазақ автономиясын шекарасын анықтау, оның мемлекеттік статусы мен құрылымын белгілеу, астанасын таңдау жұмыстарын жүзеге асыру үшін Халық комиссарлар кеңесінің төтенше өкілетті өкілі болып тағайындалған Әлімхан Ермеков Әлихан Бөкейханның тікелей қатысуымен Лениннің алдына мынадай 3 мәселені қойған. Әр ұлттың қалаған кезде бөлініп кетуіне құқығы бар деп атап көрсетілген бапты Кеңестер одағының одақтық шартына енгізуді ұсынды. Араға 70 жыл салып барып, Кеңестер одағы ыдырағанда осы бапқа сүйенгенін ескерсек, бұл талаптың қандай саяси маңызға ие болғанын түсіну қиынға соқпайды. Бұл талап 1922 жылғы ұлт мәселесі мен КСР-ның құрылуы туралы үлкен айтыста шешілді. Қазақ өлкесін Түркістан Республикасынан дербес автономиялық республика ретінде жариялауды және оның территориясын шұғыл түрде анықтайтын арнайы комиссия құруды ұсынды. Лениннің қолы қойылған сол қаулының негізінде біз бүгінгі Қазақстан Республикасының территориясына ие болып отырмыз. Олардың бұл ұмтылысына біреулер: олар Түркістанға қосылмай саяси сауатсыздық танытты дейді. Егер де біз сол кезде Түркістанға қосылып, Қазақ автономиясының территориясын жеке бөліп алып қалмасақ, онда қазіргі Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Көкшетау, Солтүстік Қазақстан облысы Батыс Сібірдің құрамында, Алматы, Тараз, Қызылорда, Шымкент, Маңғыстау облыстары Өзбекстанның құрамында қалатын еді. Алаштықтар үшін ең бірінші Қазақстанның мемлекеттігі мен территориясын анықтап,
оны мойындатып алу аса қажет болды. Егер алашордалықтар жанкештілік пен ұлттық мүддені қорғамағанда, біз қазір әлемдегі аумағы жағынан 9-шы үлкен мемлекет болмас едік. Алашпен бітті есептеуге болмайды деп ойлаймын да. Алаш жариялаған республика бәрі сол кездегі Алаштың алғаш көздеген жері бәрі Қазақстанның құрамына кірді. Алаштың алғашқы көздеген идеяларының бәрі советтік негізде жүзеге асып жатты. Одан кейін 1991 жылы тәуелсіздік келді, жүзіндегі тәуелсіздік. Сондықтан бұл бір-біріне байланысты жалғасып жатқан нәрсе. Түптің түбінде ол Алаштың үкімет құрған, мемлекет құрған, қазақ мемлекеттігін жаңғыртқан кезеңі тәуелсіз еліміздің бастауы деп санау керек, түбі солай есептеледі ғой деп ойлаймын. Бұл енді оның шарты әрине ол тарихты білу керек, ол үшін жастар білу керек, жалпы халық білу керек, біздің билеуші буындағы, билік буындарындағы азаматтар білу керек. Соның бәрі елді халықпен тәрбиелесек, қасіретті тарихты кешегі советтің заманында жабық болған тарихпен тәрбиелей білсек, тарих арқылы тәрбиелесек, түптің түбінде қазақтың шын тарихын білеміз, қазақтың мемлекеттігінің қайдан басталып, қайдан доғарылғанын және жаңа мемлекеттік тәуелсіздіктің қалай басталғанын білеміз. Сол түптің түбінде Алаштың құрылған кезеңін, тәуелсіз мемлекетіміздің құрылған кезеңін бастауға мүмкіндік болады. Қазір де кеш емес. Біздің халқымыз бен еліміздің алаш қайраткерлері армандаған ел құруға мүмкіндігі бар. Дамыған, мықты әрі демократиялық мемлекет құруға. Біз әлі де өз аймағымыздың Жапониясы, Оңтүстік Кореясы бола аламыз. Кең байтақ жері, осынша табиғи байлықтары және қазақ сияқты дарынды ұлты бар мемлекеттің қолынан бәрі келеді. Қазақ халқы ашаршылықты, жаппай репрессияларды, мәдени кемсітушілік пен ядролық сынақтарды бастан өткерді. Ал қазір біз тәуелсіз мемлекетпіз. Және еліміздің тағдыры өз қолымызда екенін ұмытпайық. Алаш арманын іске асырайық. Алаш арманын орындайық.